Армысыздар көрермендер. Қазақстандықтардың банк алдындағы берешегі, яғни кредиті 12 триллион 600 миллиард теңгені құраған екен. Бұл көрсеткіш жыл соңына қарай 29 қарашадан 3 желтоқсанға дейін жалғасатын бөліп төлеу, Каспий жұма, жаңа жыл алдындағы науқанға байланысты тағы да өседі деп болжануда. Бұндай есепсіз қарыздың себебі қаржылай сауаттылықтың болмауынан орын алуда. Бұл мәселені шешу мақсатында 2023 жылдың 2 желтоқсанында Аманат партиясы қарызсыз қоғам жобасы бойынша қаржылық сауаттылықты оқытудың пилоттық жобасын іске қосты. Әрі қарай бұл мемлекет басшысының назарына ауып, үлкен ауқымды жобаға ұласты. Бүгінгі подкастымыз қарызсыз қоғам жобасының төңірегінде болмақ. Сіздерді бүгінгі подкастымыздың спикермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ақан Қайырғалиев, қарызсыз қоғам жобасының Атырау облысы бойынша менторы. Қош келдіңіз. Келгеніңізге рахмет, уақыт бөлгеніңізге рахмет. Жалпы менің сізге жолдайтын алғашқы сұрағым ол қаржылық сауаттылық дегеніміз ол не? Рахмет, қайырлы күн, құрметті көрермендер, тыңдаушылар, подкаст жазылушылары. Сұрағыңыз өте орында. Жалпы бұл сұрақты алып қарайтын болсақ, ауқымды ұғым жалпы. Біреулер мысалға қаржылық сауаттылықта өзінің табыс шеңберінде өмір сүретін адамдар дейді. Яғни түскен табысынан аспай, шығындарын есептеп білетін, кірісіне қарай, коммуналдық төлемдерін уақытымен, бәрін үйлестіріп жеткізетін адамды айтады. Енді бір адамдар айтады, қаржылық сауатты деп банктың барлық продуктыларын білетін. Несие, оның пайыздарын, оның төлем түрлерін, депозитті жинау, тағы да басқа. Енді бір адамдар айтады, қаржылық сауатты деп бухгалтерді айтамыз, немесе қаржыгерді айтамыз, немесе инвестиция төңірегінде банағы кассе, биржалардан акция, облигация сататын адамдарды қаржылық сауатты деп айтады. Бұның барлығын менің өзім субъективтік көзқарасым, бұның барлығын қаржылық сауатты адамдар деуге болады. Дегенмен де жеке тұлғаға келген кезде ол өзінің жеке табысы ма, немесе отбасылық табысы ма, содан аспай, соны жеткізе білген адамды мен қаржылық сауатты деп ойлаймын. Менің өзімнің субъективтік көзқарасым осындай енді. Жалпы міне қарыз туралы айтып жатырмыз, несие туралы айтып жатырмыз. Адамдар не үшін қарызға кіреді? Бұл дерт па, бұл қандай да бір қажеттілік болатыны ол өзінен өзі. Несиенің қажетті пайдаға асатын да адамдар бар, яғни несиені алып, кәсіп ашып, оны үлкейтіп, яғни бір пайдалы тұсы да бар. Енді оның пайдасыз тұсы да бар. Енді оның себебі неде жалпы осындай кредитке деген тәуелділіктің? Енді қараңыз, бұл мәселе өте күрделі мәселе, өзекті мәселе деуге болады. Өйткені халқымыз қазір сіз айтқандай несиелеу деңгейі өте жоғары болып кетті. Енді 20 миллионның үстінде халық болсақ, оның экономикалық белсендісі, яғни сіз бен біз жұмыс істеп жүрген 10 миллиондаймыз. Қалғаны бана студенттер, балалар, зейнеткерлер деген сияқты. Сол 10 миллион халықтың қазіргі таңда 8 миллион жарымында несие бар. 85%. Қазақстан халқы 100 миллион болып, 8 миллион жарымда несие болса, ол мәселе емес. 10 миллион дейікші, орта есеппен 10 миллион адамға 12 триллион 600 миллиард деген сома өте, ол әрине 2024 жылға жалпы алғанда шамамен 30 миллион, 38 миллион дегенде триллион деген болжамда бар. Дегенмен бұл енді өте үлкен сома. Енді жақсы несие алды. Оның ішінде қазір былтыр миллион жарымы төлей алмай жатса, яғни 90 күннен асып кеткен просрочка дейміз ол біздің тілімізде. Қазіргі таңда ол 1.700.000 мыңға жеткен. Тағы 200 мың адам келіп қосылған. Енді несие алуға келетін болсақ, менің өзімнің ұстанымым несиені тек қана екі ситуацияда, екі жағдайда ғана алуға болады деп айтамын. ББ ұстанымым. Біреуі бизнес, екінші білім. Білім сізге ол ешқайда кетпейтін өзіңізге салған инвестиция. Бірақ бұл жерде бір маңызды мәселе айтып көтере кету керек. Бізде қазір білесіздер инфобизнес бар, дистанционны, алыстан оқу бар, және ол білімнің ішіндегі жеке кәсіпкерлік болғандықтан біреу өз білімін 100 мыңға, біреу 600 мыңға бағалайды. Яғни көп адамдар осы білімнің соңынан қуып
өте көп кредитке кіріп жатқан адамдар Ондай да бар. бар, иә. Яғни есепсіз білімнің шегі жоқ, а олардың оқудың да есебі жоқ болып кетті. Иә, оны Осындай енді- жағдайға ұшырамас үшін Оны өзі әркім өзінің қаржылық жағдайына қарап шектеу қою керек өзіне. Мен осыны бірінші алған білімді пайдаға асырып көрейін. Қандай пайда табам? Немесе жұмысқа жақсы, төлемі жалақысы жоғары жұмысқа орналасам деген сияқты. Енді жаңағы сұрағыңызға қайта бір оралып минут, яғни ондай білім мақсатты болу керек. Өте дұрыс. Және оны сіз білімді алғаннан кейін міндетті түрде оны кәдеге асырып пайдаға асыру керексіз. Дивиденд алып келу керек. Әрине. Табыс алып келу керек. Яғни әсіресе қыз-келіншектердің арасында өте көп бар. Өзімнің көзім жетіп отыр. 1045 курсты сатып алып, оның басын бастамай, аяғын аяқтамай, пайдаға асырмай, кредит төлей алмай жүрген адамдар өте көп қыздардың арасында. Яғни сіз бірінші алдыңыз ба, оны пайдаланып кәдеге асыру керексіз. Одан кейін ғана тағы да көтерілуіңізге, этапы дейміз ғой, келесі кезеңіне өтесіз. Кезеңге өте беруіңізге болады. Енді несие мәселесіне келгенде қараңыздар, жаңа сіз 24 жылға статистикаға сүйендіңіз. Сол 6 айдың өзінде алдында 7 триллионға жуық ақша алған екен. Оның 65%-ы яғни залогсыз несиелер. Яғни түсініктілме айтқанда біздің хотелкаларымыз. Бізде бір жаманы все сразу дейтін бар. Қазір алғымыз келеді, жұртпен бір жарысып, содан қалмау деген сияқты. Немесе оқып атқан баламыздың студенті, баламыз келіп айтып отырса, менің сокурсниктерім iPhone 14 немесе 15 ұстап жүр. Мен бір ескі модель ұстап жүрмін десе, кейбір аналар шыдай алмай, ақша жетпей тұрса да рассрочкаға алып беріп өтеді. Осы мәселенің бәрі қатты әсер етеді. Соның ішінде мына әлеуметтік желі. Жастардың ортасында басқа біреудің өмірін сүруге тырысу мәселесі өте күрделі болып тұр. Эмоция. Мына қарсы қоғам жобасы барысында бізге кеңес алуға келеді. Сонда Алматы, Астана немесе басқа қалада оқып жатқан балдары ата-аналарына айтпай шағын несиелік ұйымдардан несие алып алған. Әрине оның табысы болмағасын, сәйкесінше ол қамытты ата-анасы киеді мойнына. Әрине. Коллекторлар звондаған кезде бар, ата-анасы біліп жатады баласын. Бана сонда не үшін алған дейтін сұрақ туындайды менде. Не үшін алды? Артынан ақша салмайсыз ба? Тамағына жетпей жатыр ма десе. Тамағына бәріне салып жатыр, бірақ банағы кафетерияға барып, кофе ішіп отыр, әдемі фото салып, әлеуметтік желіге жүктеу. Иә, дұрыс айтасыз. Бұның барлығы жаңағы эмоцияның себебінен орын алады. Эмоция дегенді аша кетейікші. Халық көп эмоция дегенді бір ашу, ыза деп түсінуі мүмкін. Эмоция дегеніңіз енді қарапайым махаббат, ашу, ыза ол түсінікті, тілмен айтқанда. Содан басталады да ішкі кішкентай баланың қажеттілігін өтегісі кеп тұрады. Шыдамау, қызығу, әр нәрсеге көңілін бөлу, тағы қандай нәрсені қоса аламыз. Мысалға 90-шы жылдары бізде нарықтық экономика жаңадан көшкен кезде біздің сөрелер бос тұрды. Мен бала болсам да сол кезде есімде талонмен банағы секерді, майды талонмен беріп жүрді. Қазір маркетингтің өте қатты дамыған уақытта адамды өте қатты қызықтырады. Әртүрлі жарнамалар, тіпті тамақ алу, сабылазын дейді. Супермаркетке кірсеңіз де ананы ұстаған кезде уже сілекейіңіз бөлініп, ананы жегің келіп жатады. Адам енді ойланбайды да. Сонымен қатар мына эмоцияны контроль жасай алмаудың тағы бір әдеті, әсері мына банктың приложениялары. Өйткені сіз ақшаны живой ұстап тұрған жоқсыз. Сізде цифрлар тұр, болды. QR-ға шығарады кассир, келген кезде 15 мыңға 20 мыңға апардыңыз да төледіңіз. Қиналмай қоштаса саласыз. Ол сіздің маңдай теріңізбен тапқан бір айлық ақыңыз, мысалы жұмыс істейтін адамдар болса. Сондықтан эмоцияны бақылау өте маңызды. Мен оның әдістерін көбін осы тренинг барысында түсіндіріп атамын. Бір-екі әдісін айта кетейікші, осы жерден алыстамай. Бірінші әдісі бұл ақшаны наличка дейміз ғой. Наличка күйінде ұстау. Өйткені және тұтас. 10 мыңдық, 5 мыңдық, сана көппенбек ақшаны немесе қып-қызыл ақшаны ұстап тұрған кезде оны бұзғыңыз келмейді. Дұрыс айтасыз. Лайфхак. Және жинай бергіңіз келеді анан. Патпаныңызге ме, әлде үйде ме, кешке менде сабақта болды, үйде отырып санаған жақсы көрем дейді, кеште саным білсем де. Адам бана эмоциялық менің ақшам дейтін бір рахат сезім алады. Бұл бірінші әдеті. Екінші әдеті банақ ақшаны үйде ұстау. Сіз эмоциямен алғыңыз келіп тұрса да, шотыңызда еш нәрсе жоқ. Не істейсіз? Үйге баруға тура келеді.
Иә. бір мысалы қызық көйлекке қызықтыңыз мысалға. Бұл жерде еріншектіктің де бір пайдасы тиіп кетеді дейсіз ғой. Сіз пока үйге барып келгенше сіздің эмоцияңыз басылады, суыт, ой туындайды. Мына нәрсе керек па? Мен бұнсыз да өмір сүре аламын ғой деген сияқты. Бұл тіпті осы жерде бір затқа қызығып алғыңыз келсе, көріп кетіңіз, артынша ойланып, ол сізге бұйырып тұрған зат болатын болса, мүмкін сіз келіп оны аларсыз. Бұл мен өзім әдісім. Өте жақсы әдіс. Сосын тағы бір әдіс, енді қазір ұсынамын, әсіресе жаңа сұрағымыздан туындайды, несие неге алып қоя береді дейтін. Мен мысалға өзімде блокировать етіп тастадым. Былтыр мемлекет мүмкіндік берді, егов арқылы кірдім де, маған рассрочкаде, несиеде бірде-бір банк бермейді. Өйткені өзімді блокқа салып қойдым. Бұл әдісте өте жақсы көмектеседі. Оны затқа қызығып кері ашқыңыз келсе де, ол 3-7 күнсіз ашылмайды. Сіз оған дейін уже эмоцияңыз Сонда ондай мүмкіндік те бар болып тұр ғой. Бар. Сіз айтып тұрған дүниені көп қазақстандықтар білмейді. Мен бірінші рет естіп тұрмын сізден. Ол біріншіден мен қараңғы шығармын. Эмоцияңыз контроль жасауға көмектеседі. Екіншіден, сіздің сыртыңыздан қазір алаяқтардан құрбан болатын адамдар көп та. Алаяқтардың құрбаны болмаудың бір әдісі ғой. Бір әдіс, сіздің артыңызға бірде-бір банк несие бермейді. Түнде ұйқыңыз тыныш болсын десеңіз, сондай әдісті пайдалану болады. Менің негізі ұсынатын әдістерім осы эмоцияны контроль жасаудың. Немесе тағы бір өзім пайдаланатын әдіс, ақша жиналған кезде долларға айналдырып тастаймын. Ешқашан құнын жоймайды. Бүгін таңда көріп отырсыздар, мен мысалға күні кеше 480 алған болатын долларда, 1 долларда. Бүгін өтіп батып көзім шалды, 518 теңге, 1 доллар. Доллар алғандардың барлығы қуанып жатыр негізінде, доллары барлардың барлығы. Бірақ бұның салдары қымбатшылыққа келеді ғой барлығы. Мүмкін, өйткені бұл көрсен бұл басқа әңгіме, енді доллардың өсуі, бұл енді макроэкономикалық ұғым деуге болады. Бізге тәуелсіз сыртқы басқа мемлекеттердегі саяси жағдайлармен байланысты деуге болады. Осындай әдістерді пайдаланамын мен. Дұрыс айтасыз, рахмет. Енді біз нақты қарсыз қоғам жобасына қарай аяқ бассақ, осыған дейін талқыладық себептерін. Енді жалпы бұл қарсыз қоғам жобасы туралы айта кетсеңіз, және біздің Атырау облысында қандай нәтижелері бар, қанша адамға мәселен кредитін жеңілдетуге немесе мүлдем жабуға, және де өзіңіз айтып тұрған жаңа 1-2 лайфхакты пайдаланып, сіз енді әзірге 1-2-ін айттыңыз, оның әлі де әдістер көп деп ойлаймын. Соны пайдалану арқылы өмірін жеңілдеткен қанша адам бар. Жалпы осы туралы тарқатып өтсеңіз. Енді ана басында бастағанда өзіңіз айтып кеттіңіз, қарсыз қоғам жобасы жалпы 23 жыл басталды, мамыр айында басталды. Пилоттық проект ретінде Қазақстанның тек қана 8 облысында жүрген болатын, оның ішіне Атырау облысы да кірген болатын. Одан кейін өзіңіз айтқандай президент өзінің халыққа жолдауында тілге тиек етіп, мына жобаның игілігін бүкіл қазақстандықтар көру керек деді. Сөйтіп біздер Қазақстанның бүкіл облыстарында және республикалық маңызы бар 3 қалада да бастадық. 5 ақпан күні. Бүгінгі таңда Атырау облысында, облысымызға тоқталатын болсақ, 6000-дай адам оқытылды. 6000-ға жуық адам оқытылды. Жоба әлі жүріп жатыр, енді 1-2 ағымы қалды, содан кейін аяқталады биылға. Жобаның барысында біз қандай көмектер көрсетеміз? Біріншіден, сіз қаржылық сауатты болып шығасыз, барынша. Ондай жобаларда, ондай тренингтерді өзіңіз әлеуметтік желіден іздестіріп қараңыз, құны қанша тұратынын. Кемінде 200 мың, 180 мың, 150 мыңнан. Мынау тегін. Екіншіден, ішінде несие, депозит, ақша жинаудың әдістері, алаяқтарға алданбау, қосымша табыс, мемлекеттік бағдарламаларға қатысқыңыз келсе, бизнес-план жазу мәселелері, грант мәселелері барлығы талқыланады. Есептер шығару деген сияқты. Содан кейін, оқуды аяқтағаннан кейін сізге сертификат беріледі. Сертификатпен барып, осы жобаның аясында заңгердің көмегі бар, тегін. Сол заңгердің көмегін алуларыңызға болады. Заңгер қандай қызметтер көрсетеді? Ол енді заңгерге қатысты барлық қызметті көрсетпейді, именно қаржылық мәселелеріне байланысты. Бірінші, сіздің счетыңыз арест салынған болса, екіншіден, несиеңізді қайта құрылымдау, реструктуризация дейміз ғой, яғни қазір 100 мыңнан төлелмей 80 мың, 50 мыңға түсіргіңіз келсе, заңгерге жүгіну арқылы банкке хат жазып, соған көмектеседі. Үшіншіден, рефинансирование мәселесі. Төртіншіден, жеке тұлғаның банкроттығы дейтін заң қабылдады былтыр мемлекетіміз 23 жылы 6 наурызда. Ол заң аясында, бана айттым, 1,5 миллион адам төлей алмай жатыр деп. Сол адамдар өз сорпасында өздері қайнап,
қайда барарын білмей жүрмесін, аз да болса бір долговой яма дейміз ғой. Иә. Қарыздан құтқарудың бір Қаржылық шұңқыр дейміз де. Содан шығаруға бір мүмкіндік жасады. Бірақ оған енді адамдардың барлығы қойылған талаптарға келе бермейді. Сәйкес келмейді. Оның арнайы талаптары бар. Сол жеке тұлғаның банкроттығы дейтін заң аясында көмектеседі. Енді нақты цифрларға тоқталатын болсақ, мысалы биылдың өзінде біздің заңгер мүліктеріне, тағы да басқа нәрселеріне арест дейміз ғой, яғни шектеу салынған аресттерден бұғатталған 200 адамға көмектесті. Одан басқа 228 адамға счеттарын арест салуда қазір. Несие төлемесеңіз, не істейді, счетыңызға арест салады, сосын сіздің түскен табысыңыздың 50%-ын ұстап тұрады. Сондай мәселелерден мысалға 228 адамға көмек көрсетті. Одан бөлек 34 адамға банкроттық бойынша көмектесті. Олардың жалпы банктердің алдында берешегі 70 миллионның үстіндегі сумма болды. Өте үлкен сома. Сондықтан солардың барлығына осындай көмек көрсетті. Заңгердің өзі 34 адамда 70 миллион. 70 миллионның үстінде, иә. Енді ойлап қараңыз, банкротствоға ол бірден сізге жауап келмейді. Ол юрист банкротствоға өтінім жібереді, оны кемінде 3 ай, 6 айға дейін күтесіз. Ал енді оқыған адамдар әлі оқу жалғасып жатыр, тапсырған адамдар, бұл цифр көрсеткіш әлі де өседі деген ойдамын. Болжамын. Сонда сіздер неше күн оқытасыздар? Біздер адамдардың уақытын алмас үшін 5 күн тек қана түске дейін оқытамыз. Содан кейін түс қайта жеке мысалға 30-40 адам отырса группада кейбір бізде енді менталитетте бар. Әсіресе ауылдық жерде ауыл біліп қоймасын, жұрт не айтады дейтін мәселе қатты толғандырады да. Сондай мәселелер болса, жабық есік күйінде бетпе-бет менен кеңес алады, немесе менен басқа 3 бизнес тренер бар. Солардан кеңес алуға болады. Өзінің қаржылық мәселелері бойынша. Оқу 5 күн, түске дейін. Сонда сіздер жыл басынан, әзірге осы 2024 жылмен алайықшы, 2024 жылы сіздер қанша, ауқымдарыңыз қаншалықты деңгейде өсіп отыр, қанша адам, бұл және де бізде тек қана Атырау қаласында ма, әлде облыстарда өте ме? 4 бизнес тренер жүрміз. Бастағанда 4 ауданда бастадық. Индер, Исатай, Жылой және Махамбет ауданында. Бүкіл ауданды қамтыдық. Барлық. Қазір енді соңғы аудан Исатайда жүріп жатыр. Келесі дүйсенбіден бастап осы 3 бизнес тренер Атырау қаласында жүргіземіз. Енді мені мынандай мәселе қызықтырып тұр. Бұл жоба іске қосылды, бұл жоба бар, халыққа пайдасын тигізуге барынша талпынуда, ал халықтың сұранысы қандай? Сұраныс дегенім келушілер көп пе? Жалпы халық саны, бір сауатымды ашайыншы, мен қаржылық мәселемді түзейінші деген адамдардың саны қанша деген келеді. Енді шыны керек, қараңыз, мәлімет, ақпарат әлі халыққа дұрыс жетпей жатыр. Ауылдық жерлерге барғанда әкімдіктер, жергілікті атқарушы орган шақырады барынша, осындай оқу болады, видео ролик жасайды кәдімгідей. Халық көбіне жиын деп ойлайды. Сосын бірінші күні оқуды өткеннен кейін, мынау жақсы нәрсе екен, мен білмейтінім көп екен деп, мен мысалға әлеуметтік желіге де салам адамдардың бейне отзыв дейміз ғой, кері байланыстарын. Иә. Сол кезде айтып жатады. Енді кейде мысалы соңғы қалаларда өткізгенде мекемелердің ішіне барып өткіздім. Кейбір білікті басшылар өздері көреді, мені звондап шақырып алады. Осы күні келіп менің мекемеме өткізесіз бе деп. Олар да басында жұмысшылар ойлап отырады, тағы да жиын шығар деп. Ашуланып келіп отырады. Иә. Содан кейін жүздері жадырап, мынау керек нәрсе екен, мынау халық білмейді деп. Өздерінің туыстарын үйіндегі бір адамнан гөрі 2 адам білген жоқсы деп, жолдастарын жетектеп алып келіп жатқан адамдар көп. Шыны керек, халыққа әлі ақпарат дұрыс жетпей ме білмеймін. Барынша мысалы әкімдікке рахмет, баннерлер іліп жатырық. Бүкіл жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жатыр. Яғни сіздер қолдарыңыздан келгенше ақпараттандыру жасап жатырсыздар, бірақ оны халық шынайы, пайдалы дүние деп көрмей тұр. Яғни халықтың өзі кезінде білім алуға да халыққа біраз уақыт керек болған ғой, сауатын ашуға да. Сол сияқты біздің мына қаржылық сауатты ашу үшін де әлі де жұмыстар атқарылып, адамдар оның құндылығын түсінген кезде барып келу қарқыны көбейе бастайды деп ойлаймын негізінде.
Енді біздер білесіздер, енді несие деген тек қана ол банктан алған ғана несие емес. Қазір қателеспесем, осы соңғы жылдардағы мәлімет бойынша ломбардтардың, микрозаймдық ұйымдардың базасын біріктіріп тастады деген ақпарат бар. Соның есебінен сіздің барлығы бір база бірдей есептелінеді деп тұр. Онда бұл біздің несиелеу мәселесінде бұл микрозаймер ұйымдар, микрозайм дейміз, микрокредит, ломбардтарда да қарыздар бар. Енді бұл туралы қандай ақпарат қоса кетесіз? Қараңыз, екінші қазір енді заң бойынша осы жоба аясында тағы да айта кететін мәселе, халықтың қиналып жүрген мәселелерін ескеріп, былтырдан бері біздер заңға көптеген ұсыныстар бердік, өзгерістер енгізуге. Мысалға, армияға кеткен баланың несиесін тоқтатып қоюға 1 жыл 3 ай. Бұрын олар просрочка кетіп қалатын еді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұрын 2-3 банк, енді атауларын атамай-ақ қойып, табыс көзіне қарамай-ақ несие бере беретін. Есепсіз бере берген адам. Қазір екінші деңгейлі банктердің бірде-біреуі сіздің таза табысыңыздың 50%-дан асырып, қолыңызда қалатын ақшаны 50%-дан асырып несие бере алмайды. Бұл 2. Үшіншіден, ірі сума алатын болса, 3.800.000-дан жоғары, жатаспасам, жұбайыңыздың келісімі керек. Онсыз тағы несие рәсімделмейсіз. Бұл лудоманияға қарсы. Бұл заңға енді ма 100%? Лудомания, ол енді нотариальный емес, ЕОФ арқылы келісім береді, болды. Енді тағы бір мәселе, осы микрофинансовый организациялар, мысалы, қандай шектеу салсаңыз да займ бере береді. Бірақ олардың проценттері өте жоғары. Оны мен айтпайды, алып жүрген адамдар біледі. Сондықтан бұны енді Қазақстандағы қаржылық нарықты реттеу және РРФ дейміз ғой, сол басқа ұйым қарап реттемесе, бұл мәселе енді халықтың ортасы кең дамып кеткен. Өйткені банк бермесе, қайда шауып барады? Бірден оңай алатын. Займға барады, немесе қолындағы зергерлік бұйымдары болса, ұстап алып, ломбардқа барамыз. Ондай мәселе көп. Және оны реттеу кішкене қиынырақ, өйткені ол банк емес, ол жеке ұйымдар ғой, қаржылық ұйымдар. Сондықтан оған мысалы бөлек заң, бөлек подход дейміз ғой, бөлек не керек. Заңгердің де жұмысы кішкене күрделене түседі, дұрыс айтасыз. Жалпы біздер мына кредит алу барысында біздің банктардың проценттері өте жоғары дейді. Яғни сіз 500 мың алсаңыз, 500 мың шамамен 500 мыңға жуық үстінен төлеп аласыз. Бұл да бір халықты қаржылай қинау ғой негізінде. Енді бұл тұста біз оларға ешқандай әсер ете алмаймыз ба? Мәселен, проценттерін азайту жөнінде. Енді қараңыз, бұл сұрақ, қалай айтсам болады, екі жақта. Мысалы, біздер халықтың аузынан мен естимін, неге бізде Америка, Европада сияқты пайыздар төмен болмайды? Ол жақта 2-5-7% деген сияқты. Тұтынушылық несиені. Біріншіден бізде халықтың саны қандай? Аз. Американың халықтың санын білесіздер, где-то 200 миллионның үстіне шығып кетті, жатаспасам. Ол жерде нарық көп, біріншіден, бәсекелестік бар. Екіншіден, екінші деңгейлі банктер біздің ұлттық банк, бірінші деңгейлі банк, сол белгілеп берген базовый ставка дейміз. Кстати, кеше ұлттық банк төрағасы өзгеріс бойынша осы жұма күні хабарлама жасайын деп, бүгін хабарламасы базалық ставканың шеңберінде жұмыс істейді. Үшіншіден, сол біздің екінші деңгейлі банктер, ол ұлттық банктен ақшаның бір бөлігін содан алады, пайызбен сізге береді. Ол да кәсіпкер банкте. Сізге несие беру арқылы, үстіне үстемақы қосу арқылы пайда табады. Сондықтан оны өзгерту... Бұл да бір алым-саттық сияқты екен ғой, 5%-пен алып, мына жақта 19%-пен оны ақшаның, сонда олар ақшаның өзін сататын болып тұр ғой. Дұрыс айтасыз, сондықтан оны өте күрделі мәселе оны. Оны енді үкіметтік деңгейде қарастырмаса, бірінші және тағы бір мәселе инфляция мәселесі бар. Сонымен қатар бәсекелестік мәселе дейтін бар. Байқап отсаңыздар, енді бізде негізінен көбінесе өзіміздің банктер жұмыс істейді, шетелдің банктері
жұмыс жасамайды. Көп кірмейді. Оның барлығы бізде Сбербанк болды ғой, ресейлік банк, бірақ ол қазір санкцияға байланысты өзгертіп кетті. Береке банк па өзгертілді? Береке банк болып өзгертілді, Сонда ойлап қарасақ, біздің кредиттеріміздің проценті төмендеу үшін халықтың саны арту керек болып тұр ғой. Бұл жақсы. Енді қараңыз, жалпы мен халықты үйреткен кезде айтамын, несиені совсем алмаңдар деп айта алмаймын. Әрине. Несие ол есебін білетін адамға өте жақсы қаржылық құрал, мүмкіндік. Сіз бүгін тіпті шыны керек 10 мың теңгенің өзінің басын қоса алмасаңыз, сіз миллионның басын точно, енді 100 мыңды мен былай айтпаймын. Тренинг барысында есептер шығарған кезде басында 100 мыңды түсіндіремін, айналып келгенде миллиондап беремін ғой, тапсырманы берген кезде. Халық нөлдерін сала алмай отырады, қанша нөл бар еді деп естеріне. Айтамын, болашақта енді өшеді өткесін қадам бастап ақша жинаған кезде ертең осындай ақшамен жұмыс істеуге тура келеді. Және де мына халықтың бір қызық түсінігі бар. Олар үлкен сомадағы қарызды қайтаруға келісе алады, былайша айтқанда. Бірақ сол үлкен сомадан ақшаны өзінің қолында ұстауға эмоциясыға рұқсат бермейді. Осындай да бір ерекшелік бар негізінде. Жалпы енді подкастымызға және тақырыбымызға орала кетейік. Өте дұрыс. Жаңағы микрозайм тақырыбын қозғадық қой. Яғни осы кешірім өтінемін, жаңағы кредитный карточка дегеннің туралы айттық қой. Оның проценті өте көп, және ол да халықтың ақшасын жаңағы жай кредит ай сайын адамды қинаса, мына ол жаңағы кредиттік карта ол күн сайын қинайды. Сондықтан ол нәрседе тиімді, өте тиімді емес. Енді келесі мен сізге қойғым келетін сұрақ, жалпы заңдар туралы қойғым келген, біз енді оны талқылап өтіп кеттік. Енді жалпы адамдарға енді пайдамыз тиюі үшін ақша жинаудың, кредит, бірінші әрине кредитті жеңілдетудің бір-екі жолдарын айта кетсек, ары қарай ақшаның жинау мәдениеті туралы қысқаша айта кетсек. Енді несиеден құтылудың мен өзімнің тәжірибеммен айтайын. Менде де бұрын бірнеше несиелер болды. Тауарға алған, тағы да басқа деген сияқты. Сонда мен қалай құтылдым? Мен өзіме бірінші мақсатым несиеден құтылуды қойдым. Қолыма артық ақша түсе ме, агрессивті түрде жаба бердім. Жабам. Енді Каспи, басқа да банк приложенияларын ашамыз ғой. Рахаттанам, өз-өзіме тап-тазасымен тұрады. Бір рухани ләззат аласың. Бұл бір. Екіншіден, ақша жинау мәселесіне келетін болсақ, ақша жинау мәселесі өте біріншіден сіз айтқандай жаңағыдай дисциплинаны, тәртіпті талап етеді. Мен өзім 10%-дан жинауды бастадым. Бұл кез келген адамның қиналмай жинайтын суммасы. Миыңызға күрделі емес. Қиналмай жинайтын суммасы, ай сайын отбасылық табыстан ба 10%-дан жинап, солай әдет қалыптасып кетті. Менде мысалы қазір табыс түсе ме, міндетті түрде 10%-ын саламын. Бірақ бұл әдет бірден сізге оңай тимейді. Өз-өзімнен аяйын ба, бір рет өмір сүріп жатырмын ғой дейтіндей ойлар, кер тартпа ойлар болады. Керісінше бір рет өмір сүріп, күн сайын өзіңді өлтірумен тең негізінде. Өте дұрыс айтасыз. Сондықтан сондай ойлардан аулақ болып, бірінші ақша жинаған кезде ең бірінші айтатын мәселе мақсат қою. Сіз мақсатсыз ақша жинасаңыз, ол ақша шашылып кетеді. Біреу қарызға сұраса бере саласыз, қызық бір нәрсе алып тұрса, шетінен алып аласыз да, оны да жаратып жібересіз. Бірінші мақсаттан бастаңыз. Тіпті ірі мақсат демей-ақ қойып, үй, автокөлік деп саяхаттан бастаңыз. Саяхатқа 11 ай жинаңыз, 12-ші ай еңбек демалысыңыз келген кезде барып келіңіз барасын жаңағы. Шетел демей-ақ қойын, ақшаңыз тіпті табыс көзіңізден шетелге баруға жинауға мүмкіндік болмаса, Қазақстанның мүмкіндігіңіз жеткенше. Оңтүстік облыстарға барыңыз. Оның өзінде де жаңа жерлерді көру адамға бір жаңа талпыныс береді. Жаңа нейрондық байланыстарды оятады. Келесі мақсатқа, бірінші мақсатыма жеттім дейтін сізде уже стереотип қалыптасады. Келесі мақсатыма да жетем. Жаңа сіз айтқандай кішкентай қадамдардан. Уже келесі қадамдарға үлкен қаржын талап ететін қадамдарға сіз уже қиналмай бастайсыз. Эмоционалды тұрғыда да дайын боласыз. Дайын боласыз, жететініне сенімді боласыз. Визуализация дейтін мәселе бар психологиялық тұрғыдан, мен өзім пайдаланамын мысалға. Дұрыс айтасыз. Және де кішкентай мақсаттағы жетістіктер адамның бойына сенімділік сыйлайды. Өз-өзіме мен қалай сенімді боламын деп жүреді ғой. Шыны керек, сен өз кішкентай әрекеттеріңмен, кішкентай жетістіктеріңмен өз-өзіңе сенімді бола бастайсың.
дұрыс айтасыз. Яғни осындай мәселелерді талқылап кетеміз біздер көбінесе. Ақша жинауға келгенде бірнеше әдістері бар енді оның, бана 4 конверт, 6 құмыра әдісі, Вавилонда ең бай адам кітабының кейіпкерінің әдісі. Осы әдістерді тренинг барысында бәрін көрсетіп кетемін. Мына ақша былай кетеді, мынандай бөлігі мындай кетеді, каждый. Сонда біз әзірге мына көрермендерге алғашқы қадам үшін өзінің 10% демей қойықшы, мүмкін 10 мың теңге дерміз. Ең әуелі бір 10 мың теңгені ақшалай шығарып алып банкоматтан, соны бір қалтаға жинауға ұсыныс берейік. Сіздерге бір пайдалы ақпарат болсын, өйткені ақша жинау деген міндетті түрде миллионды жинау емес. Яғни кішкентай ақша. Мына қараңыз, тағы бір мәселе де ақша жинауға келгенде. Қазір той мәселесін көбі не істейді? Несиеге жасайды. Қазақтың негізі, қазақта философиясы ақша мәселесіне келгенде де жақсы ғой мақалдары. 6 жастан бастап жинасаң асады, 7 жастан бастап жинасаң жетеді дейді. Қазір бәріміз ұрпақ өсіріп отырмыз. Ол бала ертең болашақта оқуға түседі, жаңа немесе отбасын құрады деген сияқты. Осы мәселелерде каждый балаға, тем более мемлекет счет ашып берді. Былтыр мысалы $100 түсті. Иә. Басында енді ойлаған шығар, 40 мыңнан айналасы, қазір ол уже бүгінгі күнмен 52 мың теңге да. Яғни ол жыл бойы өсіп отырады. Иә. Сол счетты толықтырып отырыңыз, проблема жоқ. Мемлекет ашып берді, 3 балаңызда, 4 балаңызда бар ма, каждыйна 10 мың теңгеден ай сайын салып отырыңыз. Қалай жиналған байқамай қаласыз. Осы тұста жаңағы әңгімемізден ауытқымай, сіз осы соңғы сөйлеген сөзіңізге байланысты мемлекет ашып берді, мемлекет дайындап берді, оқуға да мүмкіндік берді. Міне тегін қаржылық сауаттылығыңызды арттыруға да мүмкіндік жасап жатыр. Әрине. Бірақ біздің халықта бұны біз енжарлық дейміз ба, тағы да бір сауатсыздықтың басқаша түрі не жатқызамыз ба? Бізде халқымыз неге ондай? Қалай ойлайсыз? Енді сізде халықтың ортасында жүрсіз, ауылдық жерді де көріп жатсыз, қаланы да көріп жатсыз. Тегін нәрсенің дәмі болмайды деймін. Мүмкін ондай да болады. Осы кісілер не айтады маған, мен бәрін білем деп ойлап тұрады да, бірақ оқудан келгеннен айтып жатады. Менің білетінім біреу, білмейтін 99 екен, сондай мәселе айтып жатады. Действительно, может ақпарат жетпегеннен бе деп ойлаймын. Екіншіден бір ұялшақтық бар, әсіресе тренингке қатысатын бізде адамдардың көбі 70-75% әйел адамдар. Үйіндегі жолдасын проблемасын айтып беріп жатады. Мен күйеуімнің осындай кредиті бар еді деп. Келсінші бірге еріп десең, жоқ, ол бәрібір келмейді дейді. Иә. Білмеймін енді, ол жұрт не айтты дейтін мәселеме баяғы. Түсіне алмай отырмын да. Жалпы сізге мектепте білім алу қаншалықты маңызды болса, бүгінгі таңда қаржылық сауатты болу, қаржы жағынан сауатты адам болу, ол тағы бір маңызды дүниеге айналды. Себебі сіз айтқан жаңағы алаяқтарға алданып қалмаудың керемет бір жолы, өте керемет жолы. Былай қараған кезде және де ақшаңызды жеткізу, өйткені біздің заманда қазір біз соблазн деп күліп жатырмыз, дегенмен оның бұл жақсы нәрсе емес. Әр нәрсеге қызығу, одан кейін қоғамдағы қазір мәдениетіміз, қоғамның арнасы басқа жаққа бұрылып бара жатқандықтан адамдарда жаңағы игромания, лудомания деген тәуелділіктің түрлері де дамып келе жатыр. Сондықтан ең бірінші кезекте не істеп қаржылық сауатты арттырған адам не істеп не қойып жатқанына есеп бере алатын адам деп айтқым келеді сізге. Енді жалпы ақшаны жинау туралы және мен сізден бір лайфхак сұрап едім, сол туралы айтып кетсеңіз бір-екі. Енді лайфхак қараңыз, жаңағыдай наличка күйінде жинау. Сосын енді бана әдістерге тоқталатын болсақ, тұтас болу керек ол. Иә. 4 конверт әдісін айтайық. Ақшаны есепсіз жұмсап қоятын адамдарға ыңғайлы. Біріншіден түскен табысты сразу 10%-ын жинауға тастайсыз, сосын ай сайын қайталанып тұратын шығындарыңызды төлеп тастайсыз. Ай сайын білесіз ғой, телефоныңызда тариф, коммунальный қызметтің төлемдері, несиеңіз болса несие, балаға ақша, тағы деген басқа сияқты. Сосын қалған қолыңызда қандай сума қалды, 100 мың теңге қалды дейік, ал түсінікті болу үшін 25 мыңнан 4 конвертке бөліп саласыз. Мына салға дүйсенбі күні жаңа конвертті аштыңыз, ішінде 25 мың теңгені осы аптаға жеткізу керексіз. Өткеннен бір айды 4 аптаға бөліп, сол айдағы өмір сүру деңгейіңізді, сол мысалы 25 мың болса, бөлгенде 4-ке, содан арттырмайсыз.
Өте оны енді тренинг барысына келсе тағы да басқа түрлерін айтамыз. Бізде тағы жақын уақытта тренинг болады ма? Дүйсенбі күні болады. Жазылам дейтін адамдар болса, Аманат партиясына немесе менің нөміріме WhatsApp-қа жазып жіберулеріңізге болады. Біз қазір мына подкасттың сөзіміздің төменгі жағына қосымша ақпарат беріп кетеміз. Телефон нөмірін жазып кетеміз. Сол жерге хабарласып, WhatsApp-қа жазсаңыз мекен жайда өтетін, сағат нештен нешеге дейін болатын барлығын жауап беремін. Иә, рахмет. Жалпы бүгінгі подкастымыз сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Ақан мырза, сізге келгеніңізге көп рахмет, уақыт бөлгеніңізге және құнды ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Осы орайда біздің еліміздің әр қазағы, әр адамы дейін енді бай қуатты болсын деген тілекпенен подкастымызды аяқтайық. Сау саламатта болыңыздар.